Қауіпсіздік кеңесінің отырысында президент елдегі қару-жарақ дүкендерінің және күзет мекемелерінің жұмысын реттеуді тапсырған болатын. Ақтөбе облысында мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді орындау қолға алынды. Нақты айтқанда қару-жарақ дүкендерін, жеке күзет мекемелерін және жарылғыш заттарды қолдануға жүргізілген прокурорлық тексерулер барысында анықталған заң бұзу фактілерін жедел жою үшін жұмыс тобы құрылады. Ондай тапсырманы облыстық әкімдікте өткен жиын барысында өңір басшысы Бердібек Сапарбаев берген болатын. Жұмыс тобының құрылуы туралы облыс прокуроры бастама көтерді. Оның құрамына қадағалау органдарының, арнайы құрылымдардың, құқық қорғау органдарының және басқа да мүдделі ведомстволардың өкілдері кіреді. Қару-жарақ дүкендеріне және барлық жеке күзет мекемелеріне анықталған заң бұзу фактілерін жою үшін 2 ай мерзім уақыт берілді. Облыста медиация жүйесі жүзеге асқалы 656 іс бітімгершілікпен аяқталған. Мемлекеттік бажға төленген 72 миллион теңге азаматтарға қайтарылыпты. Жалпы медиация заңы әлем елдерінде тиімділігін көрсеткен. Алдағы уақытта істі сотқа жеткізбей, бітімге келу жолымен шешу тәсілін ілгерілету үшін облыстық әкімдік пен облыстық сот арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Сондай-ақ облыстық сот кейбір мекемелермен де медиация саласын нығайтуға келісті. Азаматтардың сотқа дейін бітімге келуі, яғни медиатор кәсіби жағынан көмек береді, шешімі қиын жағдайда азаматтарға жол көрсетеді. Заңды түрдегі отбасылық қарым-қатынастар, мұрагерлік істер, еңбек даулары бойынша тіпті кейбір қылмыстық істерді шешуге де қатыса алады. Бүгінде бұл сала бойынша облыста 2 орталық жұмыс істейді. Енді аудан орталықтарында да медиациялық ұйымдарды көбейту көзделіп отыр. Біздің облыста 2 медиация орталығы жұмыс істеп жатыр. Барлық аудандардағы ашылатын медиация орталықтарында осы жақын уақыттың ішінде бітіреміз. Ең негізгісі бас салып барлығын соттай бермей, сотталатын адамдардың санын азайту керек. Барлық дауларды, келіспеушілікті сотқа дейін бітімгершілік арқылы шешу керек. Ол біріншіден сол сотталатын адамдарға үлкен жеңілдік. Екіншіден соттың қызметкерлеріне де үлкен жеңілдік, ол кісілердің жұмыстары азаяды. Медиацияның басты міндеті жанжалды екі жақтың өзара тиімді шешуі. Азаматтардың бір-бірімен ортақ келісімге келуі нәтижесінде өңірде 656 іс бітімгершілік жолымен біткен. Олардың мемлекеттік баж салығы ретінде төлеген 72 миллион теңгесі қайтарылған. Республикамызда дауларды татуластыру рәсімдерін қолдана отырып, соның ішінде медиация институтын кеңінен қолдана отырып, дауларды шешу жалғасын тауып келе жатыр. Азаматтарға татуласу рәсімдері арқылы дауларды шешудің екі жаққа да тиімді екенін біз айта кетуіміз керек. Бұл жерде татуласу рәсімдерімен даулар шешілген жағдайда мемлекеттік баж қайтарылады. Бір айта кетерлігі, медиаторлар даулар мен жанжалдарды шешуде балама тәсілдерді қолдану тәжірибесін өзара бөліспек. Сондай-ақ бітімгершілік рәсімдерді белсенді насихаттау және түсіндіру жұмыстарын жүргізуге осы меморандум мазмұны қолданылады. Облыстық соттың жаңа төрағасы Мұратқали Акетай бұл құжат елбасының елге үндеген 100 нақты қадамында жүктелген міндеттерді жүзеге асыруды көздейтінін айтып өтті. Меморандумға қол қою сәті. Бұл біріншіден елбасымыздың тапсырмасының жоғары деңгейде орындалған деп есептелеміз. Және екіншіден заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің төлем ақыларын сотқа дейінгі түскен істерін реттеуде қайтарылып беретіндігі. Ол мемлекеттің тарапынан жасалып жатқан жақсылық деп түсіну керек. Бүгінгі істеліп жатқан жұмыстардың барлығы сол 100 нақты қадам бұл жоспарында орындалған сәттер. Отырыс соңында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен облыстық соттың төрағасы Мұратқали Акетай сонымен бірге Қазақстан Халқы Ассамблеясы, Нұр Отан партиясының облыстық филиалы, Атамекен кәсіпкерлер палатасы, ұлттық медиаторлар палатасы және өзге ұйымдар арасында дауларды сотқа дейін реттеуді енгізу және өзара іс-қимыл бітімгершілік процедурасының жан-жақты даму саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Гүлбағда Қайратқызы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан.